Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Қыз өссе елдің көркі, қыз қонақ, қыз жат жұрттық. Қимайсың, бірақ өмірдің талабы солай. Армысыздар ағайын, сіздермен бірге Қазақ лайф дәстүр. Тамара Асармен. Біз бүгін қыз ұзатамыз. Қыз ұзату әдемі, сезімге толы, тәрбиелік мәні жоғары, осы күнге дейін керемет сақталған дәстүрлердің бірі. Осы дәстүрдің салт себебін бізге түсіндіретін, көрерменнің көкейіндегі сұраққа жауап беретін студиямызға қонағымыз келіп отыр. Этнограф Дәулет Жайлыбаев келіп отыр. Қыз ұзату жайында әңгіме қозғасақ, осы салт қашаннан басталған, қалай жалғасқан, этнографтар не дейді? Ғылым не деп сөйлейді? Соны білсек. Жалпы қыз ұзату бұл қазақтың дәстүрлі қоғамында әртүрлі жағдайда қалыптасты. Яғни қыз ұзату бұл неке құрудың бір бөлігі ретінде қарасақ болады. Яғни құдаласу қалың малдан кейінгі жүргізілетін жоралғы. Жігіттің жағын мазалайтын ең басты сұрақ бар. Бұл қалың мал деген сұрақ. Қалың мал жайында айтсаңыз. Негізінен шай ішіп отырыңыз, Дәулет. Рахмет. Осы қалың мал мәселесі бұл негізгі мәселе болды қазақ қоғамында. Бұл тек қазақ қоғамында емес, сол кезде жалпы Орта Азия халықтарында да болған екен. Көнеден келе жатқан дәстүр. Бұл қыздың қызды қалыңдық қалған кездегі төлемі болып табылады. Оның өзінің мөлшерлері бар. 20-дан батыс облыстарында 20 деп берілетін болса, сосын 7-ден 9-дан осы бөлік сандық ұғымдармен қалың мал төленеді. Соның ішінде 7-ның өзін 40-тан бастайды, ең жоғарғы көлемі 47, бұл не 37 деп. 20 Осы қалың малға төленетін малдың заттың саны, басы. Ең жоғарысы 47. Ірі мал болу керек па? Мысалы 47-ның ішіне ірі қара, жылқы, сондай малдар. Ал сосын 37-ге өзінің көлемі бар мысалы. Солай кете береді. 27, 17, 7 деп. Яғни ол құдаласып отырған екі жақтың жағдайына қарай қарастырылады бұл қалың мал. Ол кезде де жағдайға қараған. Өйткені байлар өздері құдаласқан кезде бірінші құдаласу мәселесі кімнің қызын аламыз деген сұрақтан басталады ғой. Сонда өзіне тең, өзімен жағдай сәйкес, ертең қалың мал бергенде де сондай тепе-теңдікті сақтауға тырысқан. Келесі көрерменді мазалайтын, мені де мазалайтын сұрақ, ол сүт ақысы. Ана сүтінің ақысы деп жатады. Қыздың анасына берілетін сыйлық немесе ақы жөнінде. Ол қалай өлшенген? Негізінен сүт ақысы, ана сүті бұл сол қалың малдың ішіне кіріп жатады. Бұл қыздың тәрбиелеп өсірген анасына малдай берілетін ақы. Бұны беру бұл міндетті болып табылады. Және бұл сүт ақы қалың малдың басқа көлемдеріндей ұзаққа созылып кетті. Мысалы қалың малды бөліп біраз жыл уақыт бойынша берілетін болса, төлеуге болады. Бұл сүт ақы бұл бірден беріп тастайтын бір бөлшек бөлігі болып табылады сүт ақы. Сонда құрметті көрермен,
қалың малды бөліп төлеуге де болады. Төленетін болған, Ал сүт ақыны ешқашан бөлмейді. Сүт ақыны бірден беру керек екен. Бірден, мысалы, жаңағы айтып отқан қалың малды, жаңағы 47 жаңағы нелерді, оларды кейінірек беріліп отырса, жаңағы сүт ақы, сосын жаңағы кәделер, жаңағы 9-дан беріледі жаңағы өлтірісі, сосын тоң, ішек, жаңағы киіттер, олар бірден беріліп салады. Ал мына малдай берілетін, жаңағы топтап берілетін нелер, олар кейінірек бірден жаймен беріле беретін болып отырған. Ал өлтірісі тарату жайында? Өлтірісі тарату бұл... Қай кезде таратылады? Бізге сол қызық. Бұл жаңағы малды жігіттің үйінде дайындап сойып, етін пісіріп, және қосымша сыйлықтармен жаңағы ас ауқатымен алып кеп таратады. Бір ерекшелігі жаңағы үйленіп жатқан қыз бен жігіт бұл өлтірісінен жемеу керек деген бір ырымдар бар екен, сондай. Үйленіп жатқан жастар өлтіріден сізге дәм татуға болмайды. Керемет. Енді сұрайын дегенім, қазақта бір әдемі сөз бар. 6-дан жинасаң асады, 7-ден жинасаң жетеді дейді. Аналарды да, әкелерді де мазалайтын сұрақ қыздың жасауы. Қыз жасауы жайында айтсаңыз. Қыз жасауы бұл қыз ұзатудың ең негізгі мәні болып табылады десек болады. Яғни жоғарыда айтқан қалың малдың қарымтасы ретінде жүргізіледі. Яғни қандай қалың мал берілді, сондай жасау жасалады дегенде ұғымдар бар. Мысалы 47 мен алып келінсе қалың мал, оның жаңағы жасауына, қыздың жасауына 3-4 жорға, сосын үй, қосымша жаңағы отауын жасап береді. Сосын тағы киіз, кілем, сырмақ, ыдыс аяқ барлық қосылып кете береді. Сонда былай қараған, ал егер 37 болса, 37-ден қалың мал берілген болса, ол қызға, оған жаңағы үй кірмейді жаңағы. Өлшем бірлігін қайта айтсаңыз, бірінші. 47 дейді, 47 бұл қалың малдың өлшемі. Өлшемі? Бұл ең жоғарғы шегі қазақтың дәстүрінде. Ал сондай қалың мал алып келінген болса, жасауды да соған лайықтап, сайғылып. Яғни оған жаңағы үй қосып беріледі, 3-4 жорғасын береді, және үйге қажетті жаңағы сырмақ кілемдерін, сосын ыдыс аяғы, көрпе төсегі барлығы комплектпен жасап береді. Топтастырылып жасап беріледі. Ал 37-де үй жоқ, мысалы, сондай ерекшеліктері бар. Сонымен 27-17 болып бөлініп кете береді, төмен қарай. Ал жасауды ол үйленді екен деп бірден жасай салмайды. Ол жаңағы мақалда айтылып отқандай, жаңағы 6 жасында жасаса асады, 7-де жасасан, 7-ден басып жасаса жетеді деген. Бұл қыз баланың жаңағы қазақ қоғамында рөлін көрсетеді. Яғни қыз жат жұрттық деген, соған сәйкес қыз бала жас кезінен бастап қыз баланың жүгін дайындау, жасауын жасау, осы үрдістер жалғасады. Мысалы, дәстүр бойынша қазақта жаңағы көсеген көгерсін деген сөз бар. Яғни бұл қыздың жаңағы 10 жаққа өтуі, 12 жасқа толғаннан кейінгі жаңағы арнайы бөлек төсек жасап, шымылдық тартып, яғни оны қосаға дейді, көсеге дейді, сондай атаулар бар да. Содан жаңағы сөз шығады, көсеген көгерсін, яғни қызың жақсы жерге барсын, жақсы адам болсын деген мәнде. Осы сыңсу жайында айтсаңыз. Сыңсу айту дұрыс па? Дұрыс емес пе? Мысалы, жалпы сыңсудың тарихын айтсаңыз. Сыңсу ол енді қыздың жаңағы үйінен кетердегі айтылатын жаңағы іс-шаралар ғой, мысалы, жоралғылар. Сыңсудан бұрын жаңағы қыздың қоштасуы дейді. Бұл елдің ағайын тумасын барын аралап, жаңағы әрқайсысына жаңағы қоштасып, бәрімен шығып айналып. Бұл кезде енді жалғыз жүрмейді, қасында жаңағы қыздары, жеңгелері жүреді, құрбылары. Сөйтіп барлығы қоштасқаннан кейін арнайы сыйлар, сияпаттар жасалады. Ол кезде сыңсуды өз жанынан шығарып, жаңағы айтып, әркімнің қандай қадірі бар, қалай кетіп, елін қалай қимай баратқанын,
бөтен жерге барады, ол жерде қандай күй кешеді, мысалы оның бәрі беймәлім болғаннан кейін сондай туындылар шыққан. Ал қазір ондай жоқ, жаңа арнайы шоу программа ретінде айтылып сондай жасалып жүр мысалы. Ол қалыптасқан бір формасы болмаған ол кезде. Сөзіңіз аузыңызда, әңгімеңізді бөлейін. Сыңсу деп аталу себебі 17 ғасырдың аяғында, 18 ғасырдың басында көбіне әлеуметтік жағдай жоғары, жасы үлкен ересек кісілер жас қыздарды қалыңдыққа өзіне әйелдікке алған. Сол кезде әйелдікке бара жатқан жас қыз өзінің жас өмірін үлкен кісіге қимаған кезде пайда болған ән бұл сыңсу. Бұл жас қыздың зары ретінде. Сондықтан сәл де болса бұл жерде қарама қайшылық бар. Қыздың елімен қоштасу әні бір бөлек, ал сыңсу мүлдем бір бөлек. Келесі мәселе сәукеле. Сәукелесі тұрады 500 жорға деп. Сәукеленің өзінің бағасын сол кезде қазақ беріп тастаған. Ол күміспен қапталып, алтынмен апталып, шешесі бар әдемі тастарын тігіп, арнайы шеберлерге беріп дайындаған. Мынандай сұрақ. Осы сәукелені кімдер киген? Негізінен сәукеле мәселесі, сәукеле сөзінің өз анықтамасы, мынау жігіт жақ қалың малды береді ғой. Сонда қалыңдығымыз сау келсін, аман келсін, сондай сөздерден шығады екен. Сау келсін деп сәукеле болып кеткен ғой енді. Енді бір менің өзімді мазалайтын сұрақ, қыз ұзатылып жатырған кезде, бір аймақтарда қыз кетіп бара жатқан қыздың некесін әкесінің үйінде қиып жібереді. Ал бір жақтарда жігіттің еліне қонғаннан кейін барып қиылады. Осы мәселе қандай? Қайсы дұрыс? Неке қыздың ауылында қиылу керек? Мысалы, бұл неке біздің дәстүрлеріміз исламға дейінгі, исламның кейінгі болып бөлініп кетеді кейбір жерлерде. Соған сәйкес бұл қыз ұзату, қызды беру мәселесінде осындай кішкене қарама-қайшылық пікірлер бар. Негізі неке ол шариғат талаптарына сәйкес қыздың үйінде қиылған дұрыс. Енді өйткені жолға шығады. Жолға шығады. Өйткені оған дейін жігіт ұрын келеді мысалы. Қалың мал төленеді, барлық келісімшарттар жүргізіледі, жоралғылар. Сосын қыз ұзатуға дейін ұрын келеді. Сол кезде арнайы отау тігіледі, қыз ұзату кезінде. Отау тігілген оларға төсек салар, отауға кірер, тағы да көптеген шаш сипар деген сияқты ырымдар, дәстүрлер жүргізіледі. Соған сәйкес білек ұстатар, шаш сипатар. Соған сәйкес некені ол қыздың үйінде. Өте дұрыс. Осыны жадымызға сақтап алсақ, құрметті көрермен, себебі жаңағы Дәулет мырзаның айтып отырғанындай, ұрын келген жігіттің ойында әртүрлі қожайындық ой болады. Ол жерде адамның бойын нәпсі билеуі мүмкін. Себебі әртүрлі ырымдар бар. Шаш сипатар, білек ұстатар, олардың барлығын сый-сияпаты жасалғаннан кейін еркіндік пайда болуы мүмкін. Сондықтан еркіндік пайда болған кезде барлық жағдайдан сақтану үшін бұл неке заңды әуелі Алланың, одан кейін ата-бабаның рұқсатымен деген оймен қыздың некесін үйінде қиған. Құрметті көрермен, шынын айтқанда салт дәстүр жайында таңды таң қатырып айтатын әңгіме көп. Бұның бүге-шүгесін ешкім жер бітіп су аққалы тауыспаған. Менің бүгінгі Дәулетпен бірге құрған әңгімем жаныма жағып барады. Дәулет, сізге үлкен рахмет. Біздің осы Қазақ Лайф дәстүр бағдарламамызға арнайы келіп, осыншама ақпаратпен сусындатқаның үшін рахмет. Қаншама халық қазір енді білетін болады бүгіннен бастап. Сондықтан барлық салт дәстүрді сақтай отырып, қазіргі заманға сайлап, өзіміздің қазанымызды майлап, тойларымыз бола берсін. Дәулет мырзаға баршаңыздың атыңыздан рахмет. Өте рахмет.
Свадьба KZ орталығында түсірілімін жалғастырып жатқан біздің Қазақ Лайф дәстүр бағдарламасы Тамара Асармен. Бүгінгі біздің өзекті мәселеміз, бүгінгі біздің тақырыбымыз әр ананың жүрегін қозғайтын, әр әкені қобалжытатын ұзату мәселесі. Қыз ұзату. Әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың жаңа қонағы. Қазір қазақ қыздарын әнімен әлдилеп шығарып салып жүрген Салтанат Бақаева келіп отыр. Қош келдің, Салтанат. Сәлеметсіз бе, Тамара ханым? Қалың қалай сенің? Жақсы, рахмет, өзіңізде бәрі жақсы ма? Қош келдіңіз, қош көрдік біздің бағдарламамызға. Әңгіменің басын мен сенің өзіңнің ұзатуыңнан бастағым келеді. Сұрағымның басын. Өз ұзатуың қалай өтті? Қандай сезімде болдың? Қазір өзің қызды ұзатып жүрсің. Қалай айтсам екен, енді ата-анам жалпы қазақтың бүкіл дәстүрлерін сақтайтын адамдар болғандықтан әнші қызымызды қалай ұзатпаймыз деп, міндетті түрде ұзатамыз деп ұзатты мені. Осы Алматы қаласында ұзатуым өтті. Өзім Талғардан болсам да анашым осы жақта достарың көп, үлкен әпкелерің бар. Сондықтан Алматыда өткізейік деп осы Алматыда өткізген болатын. Ұзатқанда енді мен ұзатылғанда бір сондай әнмен ұзатылатын дәстүр болмады, бірақ Гаухар әпкемнің өте жақсы әндері бар ғой. Сол әнімен сүйемелдеп мені жаңағыдай екі жеңгем шығарып салды. Содан кейін жолдасым алып кетті. Сондай болды. Негізі өте жақсы өтті. Енді өзім қобалжығаннан тіпті тамақ жемедім. Әрине өте қызық, өз еліңді тастап, өзге елге кетіп бара жату оңай емес. Сондықтан мен сұрайын дегенім, қазір қазақ қыздарын әнмен әлдилеп шығарып салып жүрсің. Оны қалай бастадың? Неден бастадың? Қандай ой түрткі болды? Негізі осы әнді қыздарды ұзатамын, сол үшін жазайын деген мақсатпен жазылмаған бұл ән. Шынай өзімнің құрбым бар, мектепте бірге оқыдық, ол 1-2 класс төмен оқса да біз музыкалық мектепте аз ғанамыз, бір класста бір 11 бала болса, екінші 9 бала да болады, сондықтан бәріміз жақсы араласатынбыз. Шырын Базарқұлова деген құрбым бар. Ол өзі консерваторияны Санкт-Петербургта бітірген, Алматыға келіп тойы болды. Сол кезде ойладым, мен енді Арнау тобының әншісімін ғой, дегенімен өзім жалғыз тойға барғанда бір ән айтуым керек, бір құрбыма бір сәлемдемем болса екен деген оймен әнді сол тойда орындадым. Одан кейін барып бір бағдарламаға мені өзім жалғыз шақырды. Мен бір кинода түскен соң, сол кино жайлы сұрақ қойды. Сол бағдарламаға келгенімде қонақ кәде сұрады. Сол кезде осы әнімді орындадым. Сөйтіп халықтың көңілінен шығып, естіп, солай бәрі болып кетті, білмеймін қалай екен. Ал қызды ұзатқан кезде қандай сезімде боласың? Жауапкершілік бар ма? Әрине, енді көбіне айтады ғой, біз жалпы халық, ырымшыл халықпыз, жұғысты болсын деп айтып жатады. Үлкен отбасында ұйытқы болып отырғанына не жетсін. Сондықтан әрине оларға да айтар ақылымды да айтып отырам. Және ол қыздардың қобалжығаны маған да өтіп кетеді. Біздің этнограф, тарихшы ғалымдарымыз осы қызды әнмен шығарып салу, әртістердің шоуға, салт дәстүрді шоуға айналдыру дұрыс емес деген қарама-қайшы әңгімелер, немесе той өткізетін адамдар осындай маған ұнамайды деген қарсы пікірлер айтылып жатады. Ақша табу үшін бұлар не істемейді деген сондай сындарға қалай қарайсың? Менің ойымша өзіміздің дәстүрімізді, бұрыннан келе жатқан дәстүрімізді қазір осылай жаңаша түрінде шығарып жатқанымызда, қайта ол біздің дәстүрімізді ары қарай сақтап қалуға мүмкін септігін тигізетін шығар деп те ойлаймын. Енді негізі бұл дәстүрді өздеріңіз бастадыңыздар. Сіз жаңағыдай бастадыңыздар, үлкен менің әпкелерім бастады. Содан кейін мен енді қоштап барынша. Таяқтың бір шеті өзіме тиіп жатыр, құрметті көрермен. Әңгіменің шынына келетін болсақ, Қазақстанда әнмен шығарып салуды бастаған мен.
негізгі егер жақсы жағынан қараса бастаушысымын, жаман жағынан қараса жаңағы бизнеске тойды айналдырған қылмыскердің басы менен басталған. Себебі 2000 жылдары мен үлкен қиындыққа ұшырап 2000 жылға жақындаған кезде 98 жылы үйде отырып жұмыс жасағанмын. Сол кезде сценарий жазатынбыз, келген ұсыныстарды орындайтынбыз. Сонда менің бастығым Назгүл Жарылғапқызы деген кісі, ертең сен ән айтасың, қазақтың тойына не қосарың бар, қандай қосарың бар, қандай жаңалық әкелесің, қандай салт дәстүрді жаңғырта аласың деген кезде менің ойыма сыңсу келді. Сыңсу бірақ қалың малға қиындықпен еріксіз кетіп бара жатқан қыздың әні. Өзімнің жадымнан ата-ананың қоштасу әні деген сөзін жаздым. Қазірде орындап берсең. Орындап берейін. Көзімнің ақпен қарасы, жүректің жұлып барасың, ананың жүрген ізімен алысқа кетіп барасың деп бастап, қыздардың барлығын көз жасым көл болып шығарып салатынмын. Әншілер қыз ұзатқан кезде ол жеңгелік қызметті атқармайды, құрбылық қызметті емес. Ол қыздың айта алмаған әнін ғана шырқап, елімен қоштасып қана береді. Әдемі әуенмен үн-түнсіз тым-тырыс шығарып салғаннан, қызды әдемі әуенмен әлдилеп шығарып салатын әншінің қызметі тек қана әншілік қызмет. Құрметті көрермен, әдемі әңгімеміз өрбіп жатыр. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады. Енді жай әңгімемен емес, іспен жалғасады. Салтанат арамызға келгеннен кейін қызымыз сәукелесті сәндеп дайындалып жатыр. Қызымызды бүгін шығарып салайық. Қыз жасауының жасалуы қалың малына байланысты екен. 47 ірі қара болса, қыздың ақбоз үйі бірге қоса беріледі екен. Ал егер одан төмен болса, қыздың төсек орны, қыздың ыдыс-аяғы, киім-кешегі беріледі. 18 ғасырдың аяғында қыз жасауының құрамына алғаш тігін мәшинесі мен самаурын кірген. Себебі самаурын ынтымақ бірліктің, әдемі дастарханның белгісі ретінде, оны да қыз жасауына кірістіріп, қыздардың ата-анасының жағдайы келер келмесіне байланысты беретін болған. Қазір мен сандық пен төсек қаптың қасына келдім. Сандыққа қыз жасауының ыдыс-аяқтары, керек жарақтарының барлығы салынған. Ал алып жүруге ыңғайлы болу үшін арнайы киізден, қойдың жүнінен бастырылған ақ киізден төсек қаптар тігілген. Бүгінгі таңда бұл төсек қаптарды арнайы тігіншілер дайындайды, осылай ою өрнекпен әрлеп, міне, біздің қызымыздың жасауы дайын, сандығы да дайын, төсек қабына барлығын салдық, енді қызымызды сатамыз. Сәукелесі тұрады 500 жорға деп, қыздың сәукелесін қалың малына байланысты бағалаған. Қызы оң жаққа өткен күннен бастап қызының сәукелесінің қамына кіріскен. Арнайы шеберлерге де тапсырыс берген. Күміс теңгешіктерін жинап, алтынмен аптап, күміспен қаптап, сәукеленің қамы солай ертеден басталады екен. Қыз тұрмысқа шығатын күні соңғы процесс осы екен. Қызының анасы өз қолынан өзі дайындаған сәукелесін қызына ақ батасын бере отырып, артыңа қарама, маңдайың ашық, дұшпаның қашық болсын деп қызын шығарып салады екен. Қайта келмес айналып, бала күнің ай, басталғалы тұр енді жаң өмірің құрбым-ай. Тілегімді айтайын осы әніммен ай, бақытты бол серідей қосағыңмен құрбым-ай. Әй-әй-югай, 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 әй-югай. Жасымағын қасыңда тұр, асыл жарың құрбым-ай. Дау мұраты біту, жол мұраты жету, қыз мұраты кету. Қыздарымыз,
бақытты болсын. Қыздарымыз ұясынан ұшып, қиясына аман қонсын.